1955 жылы шілдеде Нью-Йорктен Майамиге рейс жасаған жолаушылар лайнері күтпеген жерден радардан жоғалып кетті. Ауқымды іздестіру шараларына қарамастан, әуе кемесінің қаза тапқан жерін табу мүмкін болмады. Қайғылы оқиға уақыт өте келе адамдар есінен шығып қалды. Экипаж бен жолаушылардың тағдыры белгісіз болып қалады. Бірақ күтпеген жерден ұшақ қонды. 37 жылдан кейін Карагаста. Әуежай қызметкерлері көптен бері ескірген ұшақты аспанда айнала бастаған кезде қатты қорқа бастады. Бұл оқиғаны растау үшін кеме капитаны 1955 жылы болған, бірақ полиция оны тәркілеген және газет қиындылары лақтырылған дәптер ұсынылды. Бұл рейс кездейсоқ Бермуд үшбұрышына көтеріліп, диспетчерлермен байланысын жоғалтып, ұшақты басқа аралға қондырып, көмек келгенге дейін аман қалуға тырысып, 37 жыл үнсіз өмір сүруін мүмкін деп ойлаған. Бірақ бұның бәрі менің қиялым ғана. Іс жүзінде бәрі оңайырақ. Біріншіден, Google-да ағылшын тіліндегі сұраныстар бойынша 914 рейс жолаушылардың туыстары оларды іздейді деген газеттегі мақаланы жоққа шығарады. Бірақ іс жүзінде газет осы мақала сияқты сары баспасөз болып шықты. Сондықтан бір дәлел бірден жарамсыз болып кетеді. Екіншіден, ұшақтың ұшу-қону жолағына кездейсоқ түсіп кеткен дәптер дәл осындай күні бар. 1955 жылы еш жерде табылған жоқ. Жалғандықтары басқа. Жалпы бұл газеттің жақсы жоспарланған жұмысы болды. Ол 2007 жылы жабылды және бірнеше жылдан кейін ғана 2015 жылы бұл миф желгенді. Ақпараттың бәрі интернеттен. Рейс 914.